қандай да бір адам террорист болам деп ойламайды. Ол сол қандай да бір топтардың мүддесі үшін жұмыс істеп жатқандығын кейін біледі. Істі болғаннан кейін біледі. Түзеу мекемесіне түскеннен кейін оқынып жатады. Адам ол террорист болып тумайды ғой. Оған қоршаған ортасы, айналасы, сол біз білетін түрлі сырттан келетін ақпараттар, дәстүрлі емес бағытта жазылған діни мәтіндегі кітаптар, сараптамадан өтпеген, немесе қандай да бір оларға берілген теріс ақпараттардың әсері. Лаңкестік іс-әрекеттерге бару үшін ол сол ұзақ өңдеуден өтеді. Идеологиялық тұрғыдан ол шабуылға ұшырайды. Оны адам өзі де білмей қалуы мүмкін. Экстремизм, терроризм ол рак секілді ғой. Оның злокачественныйға кетіп қалса, яғни адамның өміріне, жеке басына, отбасына қауіп төндіретіндей болса, оны дер кезінде анықтап, сылып, ота жасау арқылы жойып отыру керек болады. Көп жағдайда. Неге десеңіз, ол адам тек қана өзі ол аурумен ауырып қалмайды. Ол айналасына оның зарарын, зиянын тигізеді.